Сәлем достар, біз бүгін Ержан екеуміз Семей қаласының Арбатында отырмыз. Біз бұнда түскі асымызды ішіп келдік. Ең басты ұмытып кетіппін ғой. Жуырда үкіметтің кеңейтілген отырысында латын қарпіне көшу жайлы сөз қозғалған болатын. Ал сіз латын қарпіне көшуге дайынсыз ба? Латын әліппесіне көшкелі жатырмыз ғой, білесіз ғой, көзқарасыңыз қалай? Ойбай, балам, білмеймін. Енді жастар өздері оқып жатыр ғой, бала-шаға. Оқысын енді. Дұрыс емес. Латын әліпби, яғни бізде ата-баба заманнан бері келе жатқан әліпби. Латын әліпби, жалпы латын әліпбиін қолдаймын, бірақ әлі де өзгерістер керек па деп есептеймін. Жоқ, қарсы. Қарсыз ба? Неліктен? Қазақ тілін өзің білмейміз әлі. Қазақ тіліне нету керек. Ол ежелден келе жатқан тіліміз ғой, соны сақтау керек деп ойлаймын. Латын әліпбиін әрине қолдаймын. Жоқ, сіздерге қиындық туғызбай ма? Қалай ойлайсыз жалпы? Мен өзім лично оқи алмаймын, білмеймін енді. Латынша демек қиын, е? Маған қиын енді, балаларым үйде оқып жатыр. Немерелерім бәрі. Жақсы екен онда. Қала бойынша түсінік жұмыстары, ақпараттық сағаттар, таратылымдар тарату деген сияқты жұмыстар жүргізу кезінде алғашқыда халық арасында түсініспеушілік болғанымен, бірақ бізге келіп курсты оқығаннан кейін, үйренгеннен кейін ол кісілерге ол ешқандай қиындықшылық туғызбайтындығын білді. Барлығы мектеп кезінде міндетті түрде не неміс тілі, не ағылшын тілін үйренген. Ал олардың негізгі қаріптері латын графикасы негізінде жазылған ескеретін болсақ, бұл біздің тыңдаушыларға, ересек тұрғындарға ешқандай қиындық туғызбайды деп ойлаймын. Қыс келсе болды, адамның көкейінде Абай Құнанбаевтың ақ киімді денелі ақсақалды соқыр мылқау танымас тірі жанды деп басталатын шумақ-шумақ өлеңдері ойға оралады. Ал енді осы өлеңді Семей жұртшылығы латынша оқи ала ма екен? Бірге білейік. Ақ киімді денелі ақ сақалды соқыр мылқау танымас тірі жанды, үсте басы ақ қырау, түсі суық басқан жерім оқымай-ақ қойма. Неге? Да. Жоқ, бұл қазақша оқыла беретін нәрсе ғой. Дауыс алған кезде қазақша айта бересің, ақ киімді денелі ақ сақалды деп. Сен жаңа ағылшынша оқып кеттің, ақ сақалды деп. Оқи аласыз ба латынша? Латынша жазылған ма? Білмеймін. Оқып көріңізші, рұқсат болса. Білмеймін деймін. Ақ киімді денелі ақ сақалды соқыр мылқау танымас тірі жанды, үсті басы ақ қырау, түсі суық басқан жері сықырлап келіп қауды. Дем ауысы ысқырық аяз деп қар, кәрі қудан қыз келіп әлек сауды. Ұшпадай бөркін киген оқшыр айтып аязбенен қызарып ажарланды. Ой, бәрекелді. Латынша біледі екенсіз ғой. Жақсы, рахмет. Оқымай қойыншы. Оқып көріңізші апай. Жоқ, рахмет. Мен ұялтыңдар ғой, түсірмей қойын. Жоқ, ұялмаңыз апай. Ақ киімді денелі ақ сақалды соқыр мылқау танымас тірі жанды, үсті басы ақ қырау, түсі суық басқан жерді сықырлап келіп қалды. Жатқа біледі екенсіз ғой. Елімізде кезең-кезеңімен, яғни 2023-2031 жылдары латын қарпіне көшу жұмыстары жүргізілетін болады. Ал сіз латын қарпіне көшіп, оқып жазуға дайынсыз ба? Дайын болсаңыз, пікірге қалдырыңыз.